Баршаңызға сәлем. Бүгін 279-шы контесттің алғашқы үш есебін шығарып көрейік. Так, алғашқы есебі sort even and odd indexes independently. Яғни бізде массив берілген. Массивтегі тақ индекстердегі элементтерді кем ретімен, ал жұп индекстегі элементтерді өсу ретімен сорттап жазу керекпіз. Яғни ол қалай? Мысалы, мына жерде бізде мысалда 4, 1, 2, 3 деп берілген. Мысалы, ондағы біз тақтар мен жоптарды екіге бөліп аламыз. Қазір мына жерден көрсетейін. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Яғни осындай массивіміз бар. Енді жоғары жағына индекстерін жазып қойайын мен. 0, 1, 2, 3. Енді мына жердегі жоп индекстер бізде ол 4 пен 2. Тақ индекстер 1 мен 3. Яғни есептің берілген дегенде бізде жоптарды өсу ретімен тақтарды кем ретімен жазу керекпіз. Яғни бұлай бізде жұп. Так, жұптарды өсу ретімен, яғни өсу ретімен жасап, бұл 2, 4 болады. Ал тақтарды кем ретімен ол бізде 3 пен 1 болады. Бұлай керісінше сұрастырсақ. Одан кейін осыдан қайтадан өзіміздің массивті шығарамыз. Яғни бірінші бізде индекстер былай ғой. 0, 2, 1, 3. Яғни осы жерден біз 2, 3, 4, 1 деген массивіміз шығады. Яғни 3. Яғни 2, 3, 4, 1. Енді екінші мысалды көрсек. Екінші мысалымыз 2, 1. Яғни мына жерде. Енді мына 2-ге бөлсек, 2 массивқа 2, 1 болады. Қайтадан қойған кезде 2, 1 болып қалады. Яғни орнына. Енді бұны шығарудың былай қарапайым жолы. Біз мынаны 2 массивке бөлеміз. Яғни тақ және жұп деген 2 массив. Сосын тақтарды жұптарды кем ретімен, тақтарды өсу ретімен сортап шығып, қайтадан массивімізді қалпына келтіреміз. Былай жазайын. Яғни тақ, жұп, тақ деген менде 2 не бар, массив бар. Осы. Мен бірінші барлық элементті қарап шығам. Бірінші индексін қарайым. Егер индекс менде жұп болса, онда мен жұп деген массивке элементімді салам. Керісінше болса, онда таққа өзімнің элементімді салам. Енді тексеріп көрейік. Жұп деп қойын. Екіншісі тақ. Тексерейік не? Жұптарымыз 4 пен 2, тақтарымыз 1 мен 3. Яғни несі бойынша, индексі бойынша. Енді біз бұларды сорттау керекпіз. Яғни мына жерге мен былай істейік. Sorted деген функциямен сорттасақ. Біз сорттап қойдық жұптарды. Яғни бізде есептің берілуі бойынша жұптарды біз кем ретімен сорттау керекпіз. Кем ретімен сорттау үшін біз мынаны жұптың қасына мынандай reverse деген параметр қосамыз. Reverse true. Яғни бізге керісінше сорттап беру үшін. Мен 4-2 деп керісінше сорттап берді. Одан кейін екеуін бір-біріне қосу керекпіз. Яғни мен ана былай жазайын.
Так, енді сорттап біткеннен кейін енді бұларды қайтадан массивке қосу керекпіз. Ана мен андай массивім болады. Осылай. Енді кезекпен бәрін қосып өтем керек жұп пен тақтарды. Яғни бірінші жұпты қосам, одан кейін тақты қосам. Одан кейін қайтадан жұпты, қайтадан тақты қосу керек кезек-кезек. Мына мысалы былай істесек болады. Питонда мынандай функция бар, zip деген. Яғни элементтерді кезек-кезек алып отырады. Бірінші жұптан алам, одан кейін тақтан алам. Соңында шыққан результатты шығарып отырамын былай. Бірақ бұл жердегі бізде бір жағдай бар, қарастыру керек. Егер біздің массивтің ұзындығы тақ болса, мысалы мынандай 5 болса, біздің жауабымызда яғни элементтердің біреуін қосқан жоқ. Сол үшін біз мына жерге былай жазу керекпіз. Егер жұптың ұзындығы тақтан ұзын болса, онда жұптың соңғы элементін қосу керекпіз. Осылай. Tags from answer. Біз қалай жаздық? Біз керісінше ауыстырып қойыппыз ғой. Яғни жұптарды өсу ретімен, тақтарды кему ретімен сұрыптау керек екен. Міне explicit result. Өтіп тұр. Яғни мынаны zip деп жазып салдық. Енді бұл питонда осындай zip деп жазуға болатын функциясы бар. Ал енді оны басқа тілде жазатын болсақ, онда былай кезек-кезек қарап отыру керекпіз. Яғни жұптан біреу, тақтан біреу, жұптан біреу, тақтан біреу деген сияқты. Оны мысалы былай қарасақ болады. Қараңыздар, бізде результат бар. Біз тек жұптан J деген индекс, тақтан T деген индексті алайық. Басында екеуі де нөлге тең. Одан кейін бірінші мен кезекте қойын. Кезек, яғни қайсының кезегі келіп болады. Бірінші мынандай while дедім, яғни жұптың несі менде жұп. Индексі жұптан кіші болса, және тақтікі тақтың индексінен кіші болу керек. Қараймыз, егер кезек біздің нөлге тең болса, онда жұпты қосамыз. Одан кейін кезекті кезек плюс 1. Кезек бізде тақта болса, онда тақ элементті қосамыз. Тексеріп көрейік, шығып тұр. Яғни осындай цикл арқылы, яғни кезек-кезек қарап отырсақ болады. Менің былай жазған себебім, яғни J деген жұптың индексі, T деген тақтың индексі, яғни бірінші мен кезек деген ол менде ауысып отырады кезек. Бұл бірінші 0 болады, одан кейін 1-ге тең болады, одан кейін қайтадан 0-ге тең болады. Мына менде мод 2 деп қойған себебім, ол 0-1 деп ауысып отырады. Яғни 0 болған кезде мен жұпты қосам, 1 болған кезде тақты қосам. Ал мынау J мен T дегенім сол жұп пен тақтарды кезек-кезек өзгертіп отырамын. Яғни мына жердегі сияқты. 2, 4, 3, 5, яғни мына жерде мен бірінші 2-ні қостым ғой. Одан кейін келесіне жылжимын. 3-ті қосқаннан кейін келесіне жылжимын. Яғни соны осылай 2 индексімен жазып қойдым.
Енді келесі, яғни есеп бойынша сұрақтарыңыз болса, видеоның астында комментарий жазыңыздар, немесе біздің IT бөлімінің телеграм чатынан жазсаңыздар болады. Сұрақтарыңызға сол жерде жауап береміз. Енді келесі сұрақ, smallest value of rearranged number. Яғни біздің мынандай бір сан берілген. Яғни оның сандарды орындарымен ауыстырып, бізге андай минимальный сан шығару керек. Яғни бірінші 0 болмау керек басында. Яғни былай, міне бізде 310 деген сан бар. Ол 310 деген саннан біз цифрлардың орнын ауыстыру арқылы біз әртүрлі варианттар аламыз, мынандай әртүрлі варианттар. Осы варианттың ішіндегі ең минимальный сан табу керекпіз. Яғни мынау басында бірінші цифр 0-ге тең болса, оларды қарастырмаймыз. Яғни тек мыналарды қарастырамыз. Бұның ішінде тек біз қарайтынымыз 103. Яғни ең минимальный сан. Енді керісінше бізде минус сан болуы мүмкін. Минус сан болған кезде тоже оның ең минимальный ол осының өзі болып тұр. Өйткені ана санның мысалы 4 варианты бар осындай. Бұның ішіндегі яғни логика былай ғой, егер алдында минус келетін болса, онда біз санның максимальный аламыз да, өзінің максимальный вариантын. Яғни алдында минус тұрғанда ол бізде ең минимальный болып кетеді. Енді бұны вариант көрейік былай. Мысалы 310. Яғни 310 дегеніміз бізде 3 сан бар. Мына бізге былай сорттайтын болсақ 0, 1, 3. Яғни бірінші 0 болмас үшін 0-ден кейінгі бір санды аламыз да, алдына қойып қоямыз. Яғни 1-нен 3 болады. Ал екінші жағдайда мысалы 7, 5, 6 болса, бұнда мысалы минус болғандықтан оны керісінше сорттаймыз. Керісінше сорттап қоя саламыз былай. Оны минус деп жазып қояйын. Яғни бұл жерде бірінші жолы сорттау арқылы шығара аламыз. Яғни сорттағанда минус болған кезде онда біз сорттап шығара саламыз. Ал плюс болған кезде бірінші сан 0 болатын болса, онда арасындағы бір санды алып алдына қою керекпіз. Яғни бірінші жол сортпен. Яғни сортпен шығарып көрейік. Кейін басқа да әдістерді қарастырамыз. Сортпен шығару үшін біз бұны неге айналдыру керекпіз? Неге листқа айналдыру керекпіз? Мысалы былай, комменттерге былай көрсетейін. Принтті. Мысалы 130 деген санды біз мынандай 310 дегенге ауыстырып алдық. Одан кейін теміз t.sort. Мына жерден енді бірінші сан 0-ге тең болса, біз былай істейік басындай. If 0-ден үлкен болса дейсек. Енді тек мысалы, егер мына біздің 0-ге тең болса, онда өзін қайтара саламыз. Ал 0-ден үлкен болса, онда былай сорттаймыз. Сорттап алдық, бірақ біздің 0-ді бірінші жазбау керек. Сол үшін біз 0-ден кейінгі бір қашан келсе соны іздеу керекпіз. Жерге былай жазайын, мен мысалы бір elix қойында while нөлге тең болса, анау I деген себебім, яғни мен қай жерде 0-ге тең емес болатын санды іздеймін. Сол санды таптым. Яғни мысалы мына жерде менде 1 тұрады. 1-ді тауып алдым. Мына жерде мен былай жазайын сіздерге. Print t-id. Яғни мен 1-ді тауып алдым. Енді 1-ді мен мына жерден осы жерден өлшеп тастап, басына қою керекпін 1-ді. Яғни ол былай мен t-remove деп алып тастайын. Print t деп қойын сіздерге түсінікті болу үшін.
яғни бірді алып тастадым міне мына жерден. Енді оны бас жағына қоямын. Яғни мен былай қатар жасасам болады уже. Айда бір мәнге теңестіріп алу керек еді мына жерде. Бірінші санды қойын, бірінші сан. Қайтағанда бірінші санды қайтарам. Одан қоса ары қарай тыны қайтарам. Міне 1,03 шығып тұр. Енді керісінше минус сан болған жағдайда мен бірінші листқа ауыстырам. Қараңыздар, біз минус сан болған жағдайда мен бірінші минусын алып тастауым керек басында. Мына жерден мына жерге мен кастом деп мысалы минус 7 9 деп қойайын. Жасақ міне минус 7 мынандай деп тұр, яғни минусты алып тастау керек біз бірінші. Сол үшін мен мына жерден былай істеймін. Бірден ары қарай деп қоямын. Минусты алып тастадық. Енді қалғандарын мен кеміреті бойынша сорттау керекпін. Бұны жаңағы сортпен былай жасамыз. Reverse true деп. Міне сорттап алдық. Енді мысалы алдына біз минусты қоямыз да, сол санды қоя саламыз артына. Міне минус. Яғни бізде жауабы мынандай не ретінде жазып қойып, мыналарды біріктіру керек маған. Шығып тұр. Яғни өтіп тұр. Енді бұл жердегі біз қолданған әдіс ол сорттау арқылы қолдандық, иә. Яғни сорттау бізде өзіңіз білетіндей оның уақыты n log n. Яғни біз енді бұдан да тиімді жол қолдансақ болады. Не арқылы? Хэшмэп қолдану арқылы. Яғни хэшмэп деген қалай? Бізден мынандай сан болса, оны хэшмэп арқылы былай жазып аламыз. Мысалы 0-ден біреу бар, 1-ден біреу бар, 3-ден біреу бар деген сияқты. Сосын бұны сортамай-ақ мына минимумнан бастап былай қойып шығаламыз да. Болды. Мен қазір былай көрсетейін. Бұл жерде біздің өзгертетін нәрсеміз. Мен қазір көшіріп басына қойын комментарияға. Біз сортпен шығарған түріміз. Енді бұл жерде біз листқа айналдырмай бірден каунтерға салып жүрсек болады. Мыналарды алып тастайын. Яғни 310 не? Бір каунтерға салғанда мынандай сандармен алып шықтық. Енді бірінші біз қарау керекпіз, егер ішінде 0 болса, тының ішінде мысалы 0 бар ма жоқ па? Яғни егер 0 жоқ болса бізде онда біз былай қосылған мындай результат бар бізде. Және бірден 10-ға дейін.
яғни бұны былай жазып жатқан себебім қазір мысал көрсетейін. Мысалы бізде мынандай сан болмақ, мысалы 3 3 1 4 5 деген мынандай сан бар. Бұның біз ең минимальный жолы мынандай ғой, 1 3 3 4 5, иә. Біз бұны мысалы негізі сорттап шығара аламыз, бірақ сорттамай-ақ былай шығарсақ болады. Бізде дикшнери мынандай болды. 4-тен біреу бар, 5-тен біреу бар. Енді мен for бойынша қарап шығамын, 1-ден 9-ға дейін қарап шығамын. Енді 1-ді қарайын бірінші. 1-ден менде біреу бар. Біреу қосып қоямын. Так, енді келесі 2 бар ма? 2 жоқ мына жерде. Келесі 3-ті қарайын. 3-тен менде 2 бар ма? 3-ті қарайын. 3-тен менде 2 бар. Яғни мына жерде мен 3-ті 2 рет жазамын. Одан кейін 4-ті қарайын. 4 менде біреу бар. 4-ті 1 рет жазамын. 5 6 7 8 жоқ. 5 бар. 5-тен 1 жазамын. Одан 6-дан 9-ға дейін уже жоқ. Яғни жауап осылай болады. Яғни мынандай, яғни 3-ті мен 2 рет жаздым деген мына логика ғой. Яғни I деген санды мен мына жерде менде жазып тұр ғой, яғни мысалы 3 менде 1 рет кездеседі, яғни мен онда 3-ті 1 рет жазамын. 3 көбейту. Егер менде 3 2 рет кездескенде мен онда мына жерге 3 көбейту 2 деп жазушы едім. Яғни 0 болмаса егер. Ал 0 болатын болса, онда бізде мына әдіс басында қолданылмайды. Өйткені біз мынаны қолдансақ, басында біз 0-дерді бірінші жазып тастаймыз. Сол үшін біз start дегеннен табу керекпіз. Яғни бірінші әрпіміз қандай әріп болады. Оны біз мына ең ішінен табамыз. Case деген бізде. Мына жерде міне, мына жерде 301 ғой. 301-дің ішіндегі 0-ден кейінгі кіші сан табамыз. Бұл жерде мынаның ұзындығы бізде максимум 9-ға тең болады, максимум 10-ға тең болады ұзындығы. Сол үшін бізді былай жазсақ болады. Сол тәтті бізде 0 барын береміз, сол үшін 1-ді аламыз мына жерден. Start 1 болады. Одан кейін біз былай істейміз. Яғни result бізде басында стартқа тең болады. Одан кейін барып мынаны қолдансақ болады, мына әдісті. Мен былай жазсам болады екен сразу. Бірақ мына жерде қазір бізде бір қате кетеді. Көрсетемін. Яғни бізде 1-1-3 болып қалды біздің жауабымыз. Неліктен? Өйткені біз мына 1-ден бастап қарадық. 0-ден бастап қоя керекпіз. Ал мына жерде біз 1-ді басына қойдық қой, ортасында 1-ді қайтадан алдық. Сол үшін біз мына каунтердан 1-ді 1 рет азайту керекпіз. Өйткені біз оның басына қолданып тастадық мына жерде. Сол үшін мен мында былай жазамын. Start минус тең 1 деп. Сол кезде дұрыс шығып тұр. Ал екіншісінде яғни тура осылай. Осы жол. Бірақ менде басында результат минусқа тең. Ал мыналар менде керісінше болды. Яғни 9-дан бастап минус 1-ге дейін. Яғни екінші жолымыз бізде уже хэшмап қолданғандықтан ол n болып тұр. Яғни екінші жолымыз бірінші қарағанда тиімдірек. Яғни бұл бойынша толық сұрақтарыңыз болса, тағы да біздің видеоның астына немесе Telegram чатқа жазып сұрасаңыздар болады. Так, енді үшінші есеп. Үшінші есептің берілгенде бізде бір бит беріледі. Бит деген яғни 1 мен 0-ден тұратын сандар. Яғни мына жерде бізде басында size, яғни біздің биттің размері беріледі. Потом
фикс деп бір индекс беріледі. Яғни сол индексті біз бірге ауыстыру керекпіз. Егер бірге тең болмаса. Ал бірге тең болса, онда ешқандай өзгеріс жасамаймыз. Ал unfix деген сол индекстағы санды нөлге ауыстырамыз. Ал flip дегеніміз бірді нөлге, нөлді бірге айналдырамыз. Ал boolean all деген, егер барлығы бірге тең болса, соны true қайтарамыз. Ал one деген хотя бы бір болса ішінде, сонда true қайтарамыз. Яғни дұрыс деп. Ал count деген ішінде бірлерді санаймыз. Ал toString деген ол сол битті шығарамыз. Сізге былай айтайын. Яғни бірінші мысалдан бізге түсінікті болады. Барын не айтып тұрған. Қараңыздар, бірінші бізде битсет береді, яғни size, яғни размер 5-ке тең. Басына оның бәрі 0 болады. Яғни былай 0, 0, 0, 0, 0. Бесеу 0-ге тең. Одан кейін fix 3 дейді. Яғни 3 деген біз индекстен қараймыз ғой. Индекстер 0, 1, 2, 3, 4. Яғни fix 3 дегеніміз, яғни 3-ші индекстағы санды бірге ауыстырады. Яғни бізде уже битіміз мынандай болады. Яғни бірге ауыстырып қойдық. Жаңа fix деген операцияны қолданғаннан кейін fix 3 деген. Одан кейін fix 1 деген операцияны қолданады. Fix 1 деген бірінші индексіне, мынау бірінші индексіміз. Яғни бірінші индекстағы санды бірге ауыстырады. Одан кейін flip дейді. Flip дегеніміз уже 1-ді 0-ге, 0-ді 1-ге ауыстырамыз. Яғни біздің битіміз мынандай болып кетеді уже. Одан кейін all дейді. Яғни all дегеніміз былай. Барлығы бірге тең бе, жоқ па? Бізде қазір барлығы бірге тең емес, сол үшін false қайтарамыз. Так, енді келесісі unfix 0 дейді. Яғни unfix 0. Яғни 0-ші элементті 0-ге ауыстыру керек. Бізде итакты ана жерін былай тұр ғой, бізде flip мынандай болып тұр да. Яғни 0-ші элементті 0-ге ауыстыру керек. Яғни 0-ге ауыстырамыз. Бізде 0, 0, 1, 0, 0 болады. 1, 0, 1. Одан кейін қайтадан flip жаса дейді, flip. Енді қайтадан flip жасаймыз. Сол кезде бізде 0 мен 1-дің орнына ауыстырамыз. Яғни 1, 1 болады, 0, 1, 0 болады. Енді одан кейін 1 дейді. Яғни жерде хотя бы 1 бар ма деп тұрса, мына жерде біз 3 бар ғой бірден. Яғни хотя бы 1-ден көп не болғанда біз true қайтарамыз бұнда. Енді келесі unfix 0 дейді. Яғни unfix 0. Яғни 0-ші элементті 0-ге ауыстыру керекпіз. 0-ші элемент бізде бірге тең ғой. 0-ге ауыстырамыз, бізде 0, 1, 0, 1, 0 болады. Одан кейін count дейді. Count деген уже бірлерді санаймыз. Бірлер бізде қанша бір бар? 2 бір бар, екеу. Келесі toString деген осыны текст ретінде қайтарамыз. Осы сөзімізді. Болды. Бұлай қарап отырсақ, негізі оңай сияқтандай. Бір массив құрамыз да, ауыстыра береміз бір-бірінен. Яғни мен сізге бұлай көрсетейін. Басында ойымызға мынандай нәрсе келуі мүмкін. Яғни біз мынандай бір массив құрамыз. Басында 0 және ішінде барлық элемент бар. Мына жеріне print деп жазып қояйын сразу. Анық болу үшін. Одан кейін мысалы fix. Яғни біз андай уақыт жайлы ештеңе ойламасақ, онда біз fix дегеніміз мындай бір индекстегі санды ауыстыру керек қой, үшінші, яғни былай жасамыз, self array idx бірге тең дейміз мына жерде. Астында unfix болған кезде оны 0-ге ауыстырамыз.
Ал flip дегеніміз бізде мынандай болады. Формен жүгіріп өтеміз бүкіл элементтерді. Ішіндегі әр элементті бірден өлген бірге ауыстырып шығамыз. Одан кейін ол дейді. Ол дегеніміз уже былай суммасын саламыз да. Суммасы бізде неге тең ба? Self size. Ана жерге size жазсам. Ана жерден мынау суммасы нөлден үлкен ба? Яғни хотя бы бір бар ма? Соны табамыз. Ал count деген ол суммасын қайтарады. Ал toString деген біз оны былай бірінші жасаймыз. Join деймін да. Так, яғни былай біз fix дегенде мынау сол индекстағы элементті бірге ауыстырамыз. Unfix дегенде оны нөлге ауыстырамыз. Flip дегенде бірден өлген нөлді бірге ауыстырып тастаймыз. Формен. Ол дегенде біз былай размерін шығарамыз, яғни бәрін қосып шығамыз да бүкілін. Біз былай жазамыз, бірақ былай жазғанымыз біз ол уақытпен өтпей қалады, өйткені бұл бізде тиімді шешім емес. Мысалы қазір жіберіп көрейік. Яғни ұзақ ойланып кетті. Яғни не time limit. Былай қарайтын болсақ, міне қараңыз. 48 тесттің 42-ін өтті да. Барлық 48 тест бар екен. Яғни бізде 6 тест өтпей қалды. Бұл деген мына жерде есеп шартын оқитын болсақ, қараңыздар. Бізде мына функциялар, функцияның бәрі бізде шақырылады. Функция қайта-қайта, яғни 15 тірі. Ана жерде бізде әрқайсысы on болып тұр ғой, яғни уақыт бойынша on. Ал біз ана 15 дәрежесіне көбейтсек, онда бізде яғни 10 дәрежесі болады. Яғни уақыт бойынша өтпей қалайын деп тұр бұның бәрі. Сондықтан біз мыналардың бәрін барынша, яғни например, осындай циклдардан арылу керекпіз. Енді оны қалай істейміз? Мысалы, былай қарап отырсақ, бізде осындай сандар бар. Біз бұны мынандай flip деген кезде біз мына массивімізді өзгерттік қой. Массивті екінші массив өзгертіп тастадық, яғни бір for цикл құрдық. Яғни for циклді құрмай өтетін бір әдісі бар ма екен, соны қарау керекпіз. Яғни for циклді құрмай өтетін әдіс бізде былай. Біз онда басында бір емес, екіне құрамыз. Екі массив құрып қоямыз басында. Яғни бірінші ол өзі қарапайым несі вариант, екіншісі оған қарама-қарсы вариант. Бірінші мына вариантпен жұмыс істей береміз. Flip жасаған кезде уже екінші вариантқа ауысып кетеміз. Мына жаққа мынамен жұмыс істейміз екінші массивпен. Сосын қайтадан flip болған кезде қайтадан өз орнына ауыстырамыз. Яғни логикасы осындай. Енді ол қалай? Яғни бізде мына жерде екі не болады. Яғни бізде бұл жерде де кезек болады да. Кезек деген нәрсе бар. Басында кезек 0-0-ге тең болады кезегіміз. Онда мынамен жұмыс істейміз. Кейін одан кейін flip жасаған кезде кезек ауысады, уже мынаған ауысады. Мынамен жұмыс істейміз. Кезегіміз қайтадан ауысқан кезде қайтадан өз орнына келеміз. Яғни осы ауыстыра береміз. Яғни ол былай бізде self array.
сосын оның екінші түрі бар, array2 деп қойын. Ал бұған тура қарама қарсы. Мынаны string ретінде алайын. Яғни join жасауға оңай болу үшін. Self кезек дейін. Кезек басында бізге 0-0-0-ге тең болады. Одан кейін кезек ауысқан сайын солмен жұмыс істейміз. Мына жерде мен былай жазайын. Егер кезек менде 0-ге тең болса, еще одан бөлек мына жерде бізде не бар? Сумма бар ғой, бірлерді санап отыру керек қой біз мынандай. Мына жерде мына сумма деген бізде on болады да, яғни біз мына жердің бәрін қосамыз да бүкіл. Біз оны үнемі қайта-қайта қосып отқанша біз басында бір сумма істеп қойсақ болады былай. Self sum деп. Яғни басында біздің егер бірді қосқан сайын, мына fix деп, онда мына сумманы бірге көбейтіп береміз. Сосын мына жерде біз all дегенде былай жазамыз да, былай қоя саламыз. Егер self sum, яғни общий бірлердің суммасы, яғни бірлердің саны мынау общий неге размерге тең болса, значит бәрі бірге тең деген сөз ғой. All деп шығарамыз. Ал мына жерде де тоже самның орнына self sum 0-ден үлкен болса деген сияқты. Ал мына жерге де countқа біз тоже өзін қайтара саламыз. Міне қараңыздар, уже мына 3 кодта біз жаңа алдыңғы кодымыз, мен қызынан салайыншы. Алдыңғы кодымыз осындай болды. Ал жаңа кодымыз мынандай. Мынада былай өз орнына қойып шығайын. Қараңыздар, бірінші бізде all деген функцияда біздің sum деген қолдандық қой. Бұның уақыты бізде all-n болады. Өзінің өзі. Яғни мына жерден біз бәрін қосып шығамыз. Ал екіншісінде біз уже тек дайын уже есептелген айнымалыны қолдана саламыз. Яғни бұл жерде бізде уақыт бізде all-1 болады. Яғни мына жерде біз уже бұл жерде біздің функциямыз уже n-есе жылдам жұмыс істейді. Алдыңға қарағанда. Мына жерде тоже сондай. Екеуінде де. Яғни мен жазып жатқан себебім, өйткені айырмашылығын сіздерге көрсету үшін жаздым да осылай. Комментарий қалып. Так, енді мына жерге қайта оралайық fix-қа. Fix дегенде біз былай жұмыс істейміз. Егер кезек бізде басында 0-ге тең болса, онда бірінші массивпен жұмыс істейміз. Яғни қараймыз, егер бірінші массивтегі idx бізде 1-ге тең болса, онда ештеңе істемейміз. Ал 1-ге тең болмаса, онда оны 1-ге теңестіреміз. Және біз сумманы 1-ге көбейтеміз. 1-ге арттырамыз. Және бұл жерде тағы жайт бар, яғни мына жерде мынау 1-ге ауыстырсақ, онда екінші не бар ғой біздің массив қарама-қарсы. Қарама-қарсы массивтағы тура сол индексті 0-ге ауыстыру керекпіз. Яғни не үшін? Қазір былай түсіндірейін. Басында бізде былай болды. 0, 0, 0, 0, 0 болды. Ал оның қарама-қарсысы 1, 1, 1, 1, 1 болды. Мына жерде мен 4-ші элементті 1-ге ауыстырсам, менде былай болады, 0, 0, 0, 1, 0. Яғни осыны 1-ге ауыстырғандықтан, тура соның 4-ші элементін 0-ге ауыстыру керек, қарама-қарсы. Ол үшін 1, 1, 1, 0, 1. Яғни мынаның қарама-қарсы вариантын үнемі сақтап отыру керек өзгеріспен. Өйткені flip деген кезде мынаған ауысып кету үшін екіншісіне тезірек. Сондықтан мынаны жаздым, екінші вариантты. Енді мен мына кезек деп сақтаған себебім, өйткені менде flip ауысқан кезде біз уже мынамен жұмыс істеуі мүмкін ғой екінші жағдайда. Сол үшін тура осы кодты жазамын, бірақ екенің орнына ауысқан. Ана жерде мен array деген орнына array2-ні қолданамын. Мына жерде array-ді қолданамын. Тура сол код, просто array мен array2-ні орнына ауыстырып қойдым. Болды.
Енді unfix деген тура осылай, яғни кезекпен жұмыс істейміз. Бірақ бұнда біз наоборот, егер біз нөлге тең болса, біз онда ештеңе істемейміз. Ал нөлге тең болмаса, онда біз нөлге теңестіреміз және сумманы бірге азайтамыз. Яғни қараңыздар, біз ана жерде бізде бір сан бар, онша жазылмай қалды. Енді қараңыздар, 1, 1, 1, 0, 1 деген сан болса, ана жерде бізде бірлерден 2, 4, 5 бір бар. Яғни ана жерден 1, 1-ді 0-ге ауыстырсам, бізде уже бірлер азайып қалды. Сол үшін сумманы бірге азайтамын. Ал енді қарама-қарсы жағында мынаны бірге ауыстырамын. Енді ана жерде де тура сол код. Сумманы бірге азайтамын. Қарама-қарсы ауыстырамын. Енді келесі вариант бізде флип қалды. Яғни флип дегенде біз жаңа айтқанымыздай, бізде екі кезек бар ғой. Екі кезекті 0-мен бірге былай ауыстырып отырамыз. Яғни мен былай істеймін. Self кезек. Бірді қосамын да, mod 2 деймін, яғни 1 немесе 0 деп ауысып отырады кезегім. Және одан бөлек мен сумманы ауыстыруым керек. Сумма менде былай ғой. Мысалы, мына жерден тұрып мына екіншісін ауысып кетсе, мына жерде сумма менде басында 1-ге тең болды. Мына ауысқан кезде сумма менде уже 4-ге тең сумма. Яғни онда мен сумманы 4-ге тең қайта, мен мынаның ұзындығынан өз суммасын ала саламын. Яғни ұзындығы менде 5-ге тең ғой. 5-тен 1-ді аламын, уже сумма 4-ге тең болды. Яғни мына жерде сумманы жазамын солай. Self sum тең self size, яғни размерден сумманы алып отырамын. Мына жерде бізде уже мап керек емес. Яғни осылай жазып шығам болды. Мына жерде қараңыздар, мына жерде менде тоже уақыт бойынша менде O1 болып тұр, екеуі де бітті. Үш қараңыздар, уже міне біз мына функцияның бәрін уже O1-ға ауыстырып жатыр. Мына fixed, unfixed, flip, all, one, count. Тек мынау toString қана бізде болады, ON болады. Яғни өйткені біз мына массивімізді қайтадан string айналдыру керекпіз. Join арқылы. Енді бұл жердегі бір қайырек жайт, мына toString print бізде әртүрлі жағдайда болуы мүмкін ғой. Яғни бірінші жағдайда print жасаса, мынаны print жасау керекпіз. Яғни кезек 0-ге тең болса, немесе кезек 1-ге тең болса, мына кезде жасаймыз. Яғни бұл жерде тағы бір шарт керек. Егер 0-ге тең болса, онда мен бірінші массивімді array'ді шығара саламын. Ал егер 1-ге тең болса, онда мен наоборот екінші массив шығарамын. Так, unknown дейді. Менде интернет өшіп қалыпты. Так, интернет қосылды. Так, бізде кезек 11-ші линияда. Finish шығып тұр. Енді мына тест кейс көрейік. Запускать етіп. Finish яғни шығарып тұр. Енді жіберіп көрейік. Unknown error. Завалим кетті ғой.
яғни өтті. Жаңа енді менде неме интернет жылдамдығы төмен болып тұрды, яғни телефонға қосып қойдым. Қазір осылай ана жерде біз мынау қарап отырсақ бәрінде уже O1, олардың бәрінде O1, яғни жылдамдығы. Тек соңында мына жерде ғана ON. Яғни осылай енді басқа сұрақтарыңыз болса біздің Telegram чатқа жазасыздар. Ал біздің басқа да видеоларымызды біздің YouTube каналдан көре аласыздар. Яғни бұдан да басқа да контент есептерін шығардық. Соларды тамашаласаңыздар болады. Және бізде мына плейлист бар. Плейлистте Python курстар, Python'нан бірнеше курстар салдық. Тең видеолар. Одан басқа алгоритм бойынша бірнеше тақырыптар түсіндірдік. Соларды қарап шықсаңыздар болады. Мұнда не тақырыптар бойынша салдық. Тағы да алда да сақаламыз тақырыптар түсіріп. Сол біздің YouTube каналға жазылыңыздар. Каналмен бөлісіп бізді қолдап отырыңыздар.